Баршаларыңызға қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Меруерт асханасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, өзгеше, ерекше тағам мен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін көріп, қызықты маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Осы тағамның ерекшелігі соусында, сондықтан видеом соңына дейін көріңіздер. Күнделікті тағамнан жалыққан болсаңыз, міндетті түрде осы менің рецептіммен жасап, жанұяңызды қуантып қойыңыз. Келген қонағыңызға да ұсынсаңыз, ұялмай ұсынатын боласыз. Бізге керекті тауық қанаттары жақсылап тұрып, салфетканың көмегімен сүртіп алатын боламыз. Одан кейін тауық қанаттарымызды бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Керек емес бөлігін алып тастаймыз. Қалған бөліктерімізді үлкендеу ыдысымызға салып, соусын дайындайтын боламыз. Меруерт асханасына тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап кетіңіздер. Міне, біз тауық қанаттарын барлығын турап алдық. Енді соусын дайындауға кірісейік. Бізге кетчуп керек болады. Одан кейін қара бұрышымыз, тұзымызды салып, паприкамызды салып, соя тұздығын салып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Тауық қанаттарымызға салып, қолдың көмегімен жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Одан кейін бір дана биязымызды турап, тауық қанаттарымыздың үстіне салып араластырып, бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Оған дейін бізге картоп керек болады. Картопымызды мен 1 килодай картоп пайдаландым. Сіздер енді жанұяңызға қарап, аз көп етіп пайдалансаңыздар болады. Осы тағамның рецебін описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап жасаңыздар. Ерекшелігі соусында 2 гарнирмен ұсынатын боламыз. Сондықтан видеом соңына дейін көріп, қолдап отырыңыздар. Меруерт асханасы өте пайдалы, түрлі рецепттер бар. Құрамы қол жетімді. Күнде жаңа рецепттер салып отырамын. Сондықтан бақылап, қолдап жүріңіздер. Міне, картопымызды да осындай ара пышақпен турап алатын боламыз. Сіздерде солай жасаңыздар. Енді тағамды жасағаннан кейін түріне, түсіне мән береміз ғой. Әдемі болғанын да қалаймыз. Сондықтан осындай ара пышақты пайдаланғандарыңыз жөн болар. Турап алған картопымыздың үстіне 1,5 литрдай суымызды құйып, газге қоятын боламыз. Картопымыз тек қана 3 минуттай қайнау керек. Көп қайнатпаңыздар, езіліп кетеді. Қайнап 3 минут қайнаған картопымызды сүзіп алатын боламыз. Енді картопымызға да арнайы соус пайдаланамыз. Бізге 1 қасық тұзымыз, 1 қасықтай қара бұрышымыз, паприкамыз, сарғыш, әдемі түс беру үшін куркуманы да пайдаланамыз. 2 тісше сарымсақ, сосын сұйық майымызды құямыз. Енді картопыңызға байланысты 30-50 граммдай сұйық май пайдалансаңыз болады. Жақсылап тұрып араластырып, 2-3 минут қайнаған картопымыздың үстіне соусын құйып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Соусымыз картопымыздың барлық жеріне тиісін. Қолыңызбен де араластырып жіберіңіз. Одан кейін противенімізге картопымызды тегістеп жайып шығатын боламыз. Картопымызды 30 минуттай пісіріп аламыз. Пісіріп алған картопымызды үлкендеу тарелкаге орналастырамыз. Сіздер 4 жерге салсаңыздар да болады. Мен сияқты 2 жерге орналастырсаңыз болады. Одан кейін күрішімізді жақсылап тұрып 3-4 қайтара жуып, қазанымызға сары майымызды салып, салған күрішімізді 2-3 минуттай қуырып алатын боламыз. Одан кейін қайнап тұрған суымызды құямыз. 1 қасық тұзымызды салып, бетін жауып, пісіріп алатын боламыз. Сонда күрішіміз
бір-біріне жабыспай шашыраңқы әдемі болып пісіп шығады. Бір сағат тұрған тауық қанаттарымызды да пешімізге пісіріп алатын боламыз. Бір төбенімізге рет-ретімен қойып, пешімізге 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. 15 минут піскеннен кейін бетіне қалған соусын щеткамен жағып шығыңыздар. Сонда сіздің тауық қанаттарыңыз қызарып, әдемі жылтыр болып пісіп шығады. Осы тағамның рецебін описание бөліміне қалдырамын. Соусын да құрамдарымен бірге сіздерде жасап, кері байланыс жасап, пікіріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Біздің тауық қанаттарымыз да пісіп шықты. Енді тәлігімізге орналастырып алатын боламыз. Күрішімізді де кесемізге салып, әдемі формада шығарып, екі жанына қоятын боламын. Сіздер дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Міндетті түрде тағам жасағанда түріне, түсіне мән беріңіздер. Ұсынған адамыңызда ерекше тағам деп сіздерге алғысын білдіреді. Сіздерде міндетті түрде менің рецебім ұнайды деген ойдамын. Жанұяңызды қуантып қойыңыз. Дәмді өзгеше рецеп іздесеңіз, міндетті түрде Меруерт асханасынан табасыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Міне біздің дәмді өзгеше ерекше екі гарнирмен ұсынған тамағымыз дайын болды. Сіздерге де бізге де ас болсын.